Түркістан облысы полиция департаментіне Ленгір қаласының тұрғыны арызданды. Жәбірленушінің айтуынша, оны белгісіз біреулер пышақпен қорқытып, күш қолданып 5 миллион теңге бопсалаған. Полицейлер аталған жайтты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194 бабы 3 бөлігі қорқытып алу бойынша тіркеп күдіктілерді анықтауға кірісті. Ақпарат бойынша қылмысты ашуға, күдіктілерді ұстауға бірден Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының тәжірибелі қызметкерлері мен жедел тергеу тобы жұмылдырылды. Төле би ауданының аумағында жедел іздестіру іс-шараларын жүргізген полицейлер нәтижесінде 5 миллион теңге көлемінде ақша алып жатқан 2 күдіктіні ұстады. Олар біреуі бұрын сотты болған Төле би ауданының тұрғындары болып шықты. Жедел уәкілдер тінту кезінде күдіктілердің айғақты зат ретінде жәбірленуші алдын берген ақша қаражатын тәркіледі. Сондай-ақ күдіктілердің бірінің үйін тінту кезінде 6 оқ табылды. Тиісті сараптама тағайындалды. Қазіргі уақытта бопсалау дерегіне қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Болған оқиғаның толық мән-жайы мен күдіктілердің басқа да қылмыстарға байланысы анықталуда.